Ассаляму алейкум. Бүгін біз нағыз борщ дайындаймыз. Алдымен әдеттегідей етті салқын суға кастрөлдің ішіне салыңыз. Бір жарым ас қасық тұз қосыңыз. 1,5 сағат пісіреміз. Содан кейін етті шығарып, туралған картопты қосамыз. Қақпақты жауып 5 минут қайнатыңыз. Сосын туралған қырыққабатты қосамыз. Қақпақты жауып, орташа отта пісіреміз. Қуырма жасаймыз. Табаға май құйып, оны қыздырып қоямыз. Алдымен пияз салыңыз. Қысқа уақытта қуырыңыз. Содан кейін үгітілген сәбізді қосыңыз. Оны да жақсылап қуырыңыз. Соңында 4 шай қасық томат пастасын саламыз. Және де жақсылап араластырып, аздап қуырамыз. Бұл қуыруды кастрөлге қосыңыз. Барлығын алу үшін сорпаны шөмішпен құйып, шайқап, қайтадан кастрөлге төгеміз. Осы кезде пісірілген дайын бұршақ қосуға болады. Мен оны әрдайым мұздатып ұстаймын. Енді сол қуырғыш табаға аздап май құйып қыздырыңыз. Үгітілген қызылшаны саламыз. Біраз қышқыл қосу керек. Мен алма сірке суын қолданамын. Жоғары температурада 3 минут қуырамыз да. Содан кейін қызылшаны борщқа саламыз. Осыған да бірден тағы 2 қасық сірке суын құюға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Отты сөндіріп, біраз өз табында тұра тұрсын. Жасыл шөптерді қосып, оны ыдыстарға құюға болады. Бұл рецепт бойынша дәмді және әдемі борщ шығады. Табақшаның ортасына ет, содан кейін жасыл шөп және қаймақ салыңыз. Мұндай қысқа ауа райында неғұрлым дәмді болуы мүмкін. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.